Қорқынышты жеңудің ең оңай жолы не? Қорқыныш дегенді ең бірінші біз түсініп алайық. Қорқыныш деген жалпы не? Біз не нәрседен қорқамыз? Көп жағдайда біз білмейтін нәрсені, өзіміздің басымызда жоқ нәрседен соған қадам жасайтын кезде бізде қорқыныш болады. Мойындау керексің. Біз оны білмейміз, оны біз біліп тумаймыз. Ол нәрсені үйренетінімізді білу керек. Кішкентай бала болатын болса, әр нәрсеге ол бара береді, өйткені ода қорқыныш дейтін нәрсе жоқ. Өсе келе бізде ақпарат пайда болады, білім пайда болады, әртүрлі бір миымызға сол ситуация жайлы ақпарат пайда болады. Сол үшін біз қорқып отырамыз. Эмоцияның бәрін өшіріп, сол қорқынышқа қарай қадам жасау керек. Ал ол қорқынышқа сен қадамды неге жасай алмайсың? Ол сенің еріншектігің, жалқаулығыңнан болуы мүмкін. Немесе өзіңнің ісіңе сенімсіздігіңнен болуы мүмкін. Сол себепті қорқыныштың жеңудің ең оңай жолы оның қорқыныш екенін мойындау, білмейтініңді мойындау, бұл нәрсе қалай болады екен деп интерес құрып көру. Интерес құрдың ба, ары қарай ол қорқыныш ақырын сейіліп, сен жеңіске жететін боласың.